Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Егер сіз Қазақстан азаматы болсаңыз, бұл хабарлама сізге арналған, және ол өте маңызды. Мені мұқият тыңдаңыздар, себебі қазір айтатын ақпаратым әрқайсыңызға қатысты, және оның нақты мерзімі бар, 5 мамырға дейін. Бұл жай ғана видео емес, бұл шұғыл қоғамды хабарландыру. Сондықтан мәселеге тереңдемей тұрып, дәл қазір осы видеоға лайк басып, менің арнама жазылыңыздар. Бұл ақпаратты жіберіп алуға сіздің мүлдем мүмкіндігіңіз жоқ. Мәселенің өзегі, еліміз жаңа цифрлық дәуірге қадам басып, мемлекеттік қызметтерді көрсету жүйесін түбегейлі өзгертіп жатыр. Бұрын біздің жеке деректеріміз әртүрлі мемлекеттік органдарда, әртүрлі дерекқорларда шашыраңқы сақталған болатын. Әрқайсының өзіндік жаңарту мерзімдері, өзіндік талаптары болды. Мысалы, мекен-жай деректеріңіз бір жерде, жұмыс орныңыз басқа жерде, отбасылық жағдайыңыз үшінші жерде сақталып, олар бір-бірімен әрдайым синхрондала бермейтін. Бұл ақпараттарды жаңарту үшін азаматтар бірнеше мекемеге жүгіріп, кезекке тұрып, көп уақытын жоғалтатын еді. Қағаз құжаттар жинап, әр жерде қол қойдыру қалыпты жағдай болатын. Әрине, бұл жүйеде көптеген қателіктер мен кешігулер орын алып, қызмет көрсету сапасына кері әсерін тигізетін. Мемлекет тарапынан да ақпараттарды өңдеуге, өзектілігін тексеруге көп ресурс жұмсалатын. Бұл барлығымыз үшін тиімсіз және ыңғайсыз болатын. Енді жағдай мүлдем өзгерді. Қазақстан Республикасында бірыңғай сандық азамат профилі ПСАП енгізілді. Бұл әрбір азаматтың жеке деректерін біріктіретін, цифрлық түрде сақтайтын және үнемі жаңартып отыруды талап ететін жаңа жүйе. ПСАП енгізудің негізгі мақсаты мемлекеттік қызметтерді көрсетуді жеңілдету, жылдамдату, ашықтықты арттыру және бюрократияны жою. Енді сіздің барлық маңызды деректеріңіз, мекен-жайыңыз, телефон нөміріңіз, электронды поштаңыз, отбасылық жағдайыңыз, жұмыс орныңыз және басқа да ақпараттар бір жерде, яғни эгав кіз порталындағы жеке кабинетіңізде шоғырланған болады. Алайда бұл жүйенің толыққанды жұмыс істеуі үшін әрбір азамат өзінің деректерінің дұрыстығын 5 мамырға дейін растап, қажет болса жаңартуы тиіс. Бұл мерзімді өткізіп алу сіздің мемлекеттік қызметтерге қол жетімділігіңізді шектеп, тіпті мүлдем тоқтатуы мүмкін. Бұл сіздің әлеуметтік төлемдеріңізге, зейнетақыңызға, жәрдемақыларыңызға, медициналық қызметтеріңізге, білім беру жүйесіндегі мүмкіндіктеріңізге, бизнес жүргізуге қатысты рұқсаттарға және мүліктік мәмілелерге тікелей әсер етеді. Ескірген деректер автоматты түрде жүйеден алып тасталып немесе іске жарамсыз деп танылуы мүмкін. Сондықтан бұл міндетті әрі шұғыл қадам. Не білу керек? Енді нақтырақ тоқталайық, бұл жаңа жүйе не талап етеді және кімдер алаңдауы тиіс. Жаңа бірыңғай сандық азамат профилі ПСАП 18 жастан асқан әрбір Қазақстан азаматынан эгав кіз электрондық үкімет порталы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары КО арқылы өзінің жеке деректерін тексеріп, қажет болса жаңартуды талап етеді. Бұл үшін тұрғылықты мекен-жай, телефон нөмірі, электрондық пошта мекен-жайы, отбасылық жағдай, жұмыспен қамту мәртебесі және басқа да маңызды деректерге қатысты. Ең бастысы, бұл процедураны 5 мамырға дейін аяқтау қажет. Кімдер алаңдауы тиіс? Біріншіден, мемлекеттік қызметтерді жиі пайдаланатын немесе алдағы уақытта пайдалануы мүмкін әрбір азамат алаңдауы тиіс. Бұл зейнетақы, жәрдемақы алушылар, студенттер, жұмыс іздеушілер, жеке кәсіпкерлер, автокөлік иелері, жылжымайтын мүлік иелері тізімді жалғастыра беруге болады. Егер сіз соңғы бірнеше жылда деректеріңізді жаңартпаған болсаңыз, әсіресе телефон нөміріңіз немесе мекен-жайыңыз өзгерген болса, онда сізге бұл өте маңызды. Себебі мемлекеттік жүйелер сізбен байланыса алмайды, ал кейбір қызметтер үшін деректердің өзектілігі маңызды талап болып табылады. Екіншіден, ЭЦХ электронды цифрлық қолтаңбасы жоқ немесе мерзімі өтіп кеткен азаматтарды алаңдауы тиіс. Онлайн жүйеде деректерді жаңарту үшін ЭЦХ міндетті түрде қажет. Оны алдын ала дайындап қою маңызды. Үшіншіден, интернетке қол жетімділігі шектеулі немесе цифрлық сауаттылығы төмен азаматтар. Оларға ХК-ға бару қажет болады, сондықтан оларды алдын ала жоспарлауы керек. Кімдер алаңдамауы мүмкін, бірақ тексеруге кеңес беремін. Егер сіз жуырда ғана ЭЦХ арқылы эгав кіз порталында деректеріңізді жаңартқан болсаңыз, мысалы, жаңадан жеке куәлік алған кезде немесе мекен-жай тіркеуін өзгерткен кезде,
Немесе сіз мемлекеттік қызметтерді жиі пайдаланатын және жүйелі түрде өз деректеріңіздің өзектілігін қадағалап отыратын болсаңыз. Дегенмен қауіпсіздік үшін және мүмкін болатын қателіктерді болдырмау үшін 5 мамырға дейін бір рет болса да жеке кабинетіңізге кіріп барлық ақпаратты тексеріп шығуды қатаң ұсынамын. Себебі кейбір деректер автоматты түрде жаңартылмауы мүмкін, немесе жаңа талаптарға сай келмеуі мүмкін. Нақты өмірде мысалдар. 1. Зейнеткер Айгүл апай 70 жаста. Айгүл апай зейнетақы алады және қазірге дейін ешқандай проблема болмаған. Бірақ оның ескі ұялы телефон нөмірі мемлекеттік дерекқорда тіркелген, ал қазір ол басқа нөмір қолданады. BSAP жүйесі енгізілгеннен кейін зейнетақы төлемдері туралы SMS хабарламалар немесе маңызды мемлекеттік хабарламалар жаңа нөмірге жіберілмейді. Ең сорақысы, жаңа жүйе қауіпсіздік талаптарына сәйкес байланыс деректері расталмаған азаматтардың төлемдерін уақытша тоқтата тұруы мүмкін. Айгүл апай өзінің зейнетақысының тоқтатылғанын білмеуі мүмкін, немесе оны қайта қалпына келтіру үшін ХКО-ға бірнеше рет баруға тура келеді. Ол өзіне тиесілі зейнетақы мәлімдемелерін e-gov.kz арқылы көре алмайды, себебі оның профилі өзекті емес болып танылады. 2. Шағын кәсіпкер Қайрат Мырза 45 жаста. Қайрат Мырзаның шағын кафесі бар. Ол үнемі лицензиясын жаңартып, салық есептерін онлайн тапсырып отырады. Бірақ оның e-gov.kz деректеріндегі мекен жайы ескі мекен жайына сәйкес келеді, ал кафесінің нақты орналасқан жері басқа. Егер ол 5 мамырға дейін өз профилін жаңартпаса, ол бизнес тіркеу порталына кіруде немесе лицензиясын жаңартуда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Мысалы, салық есептерін тапсыру кезінде жүйе оның деректерін қабылдамауы, бұл кешіріп тапсырған үшін айыппұлдарға немесе тіпті кәсібінің уақытша тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Ол цифрлы құжаттарға қол қоя алмай қалады. 3. Жас маман Лаура ханым 28 жаста. Лаура жуырда ғана пәтерін ауыстырып, жаңа жұмысқа орналасты. Ол жас отбасы ретінде тұрғын үй жәрдемақысын алуға өтініш бергісі келеді және барлық мемлекеттік тіркеулерде өзінің мекен жайын жаңартқысы келеді. Егер ол өзінің BSAP-ын жаңартпаса, оның өтініші деректердегі сәйкессіздіктерге байланысты қабылданбауы мүмкін. Немесе жаңа мекен жайы қызмет көрсету үшін танылмайды. Мысалы, жаңа жүргізуші куәлігін немесе төлқұжатын алу кезінде осы жаңартылған профиль болмаса, құжаттарды алу процесі айтарлықтай кешігуі мүмкін. Ауыл тұрғыны Бауыржан аға 55 жаста. Бауыржан аға ауыл шаруашылығы субсидиясын алуға өтініш білдіргісі келеді. Ол интернетті сирек пайдаланады және ETS-ы жоқ. Егер оның профилі жаңартылмаса, ол қарапайым ақпаратты жаңарту үшін ХКО-ға алыс жол жүріп баруға мәжбүр болады. Ал егер мерзімді өткізіп алса, оның субсидия алу өтініші белгісіз мерзімге кейінге қалдырылуы мүмкін. Жүйе оның профилін белсенді емес деп белгілеп, одан әрі көптеген мәселелер туындауы мүмкін. Сандарға келетін болсақ, Қазақстанда 18 жастан асқан 12 миллионнан астам азамат бар. Олардың барлығы дерлік осы өзгеріске ұшырайды. Әзіргі таңда мемлекеттік қызметтердің шамамен 80 осы бірыңғай профилді талап етеді. Деректерді талдау бойынша азаматтардың жеке деректерінің шамамен 30-ы ескірген немесе дұрыс емес деп бағаланады. Бұл дегеніміз миллиондаған адамдардың қызметтерге қол жетімділігіне қауіп төніп тұр. Ерекшеліктер, тұзақтар және көрінбейтін нюанстар. Әрине, кез келген жаңа жүйеде ерекшеліктер мен өзіндік қиындықтар болады. Ерекшеліктер. 1. 18 жасқа толмаған балалар, олардың деректері автоматты түрде ата-анасының немесе заңды өкілдерінің профильдерімен байланыстырылады, сондықтан олар жеке жаңартуды қажет етпейді. 2. Елден тыс жерде тұрақты тұратын тұлғалар, олар үшін арнайы процедуралар қарастырылған. Олар қыр елшіліктері немесе консулдықтары арқылы деректерді жаңартуы мүмкін. Бұл видеода оған толық тоқталмаймыз, бірақ мұндай мүмкіндіктің бар екенін есте сақтаңыз. 3. Қамқоршылықтағы немесе қорғаншылықтағы тұлғалар, олардың деректерін жаңартуды олардың заңды қамқоршылары немесе қорғаншылары жүзеге асырады. Тұзақтар мен қауіптер. 1. Жалған сайттар мен алаяқтар. Мұндай шұғыл науқандарды алаяқтар өз мүддесіне пайдалануға тырысады.
Олар сізге смс хабарламалар жіберуі, жалған сайттарға сілтемелер беруі мүмкін. Есіңізде болсын, жеке деректеріңізді жаңарту үшін тек eGov ресми порталын немесе физикалық коны пайдаланыңыз. Ешқандай күмәнді сілтемелерге өтпеңіз. Банк картасының деректерін немесе жырынды сұраған хабарламаларға жауап бермеңіз. Мемлекеттік органдар ешқашан сізден осындай деректерді телефон арқылы сұрамайды. 2. Деректерді қате енгізу. Онлайн режимде деректерді толтырған кезде әрбір ақпаратты мұқият тексеріңіз. Бір ғана қате, мысалы, телефон нөміріндегі сан немесе мекен-жайдағы әріп сіздің кейінгі қызметтерге қолжетімділігіңізге кедергі келтіруі мүмкін. Жүйе қате деректерді автоматты түрде қабылдамайды, немесе оларды кейіннен түзету қиынға соғады. 3. Техникалық қиындықтар. 5 мамырға жақындаған сайын eGov порталында жүктеме артуы мүмкін. Бұл жүйенің баяу жұмыс істеуіне немесе тіпті уақытша істен шығуына келуі мүмкін. Сондықтан бұл процесті соңғы сәтке қалдырмай, дәл қазір мүмкіндігінше ертерек орындауға кеңес беремін. ECX-ның жоғалуы немесе мерзімінің өтуі. Егер сіздің ECX-ыңыз жоғалып кетсе, немесе оның мерзімі өтіп кетсе, онлайн жаңарту мүмкін болмайды. Оны қалпына келтіру немесе жаңасын алу үшін алдымен ХКВ-ға бару қажет болады. Бұл қосымша уақыт пен күшті қажет етеді. Сондықтан ECX-ыңыздың өзектілігін тексеріңіз. 5. Интернетке немесе компьютерге қолжетімділіктің болмауы. Егер сізде үйде интернет немесе компьютер жоқ болса, сіз ХКВ-ға баруға немесе қоғамдық қолжетімділігі орындарын, мысалы, пошта бөлімшелері, кітапханалар пайдалануға мәжбүр боласыз. Көрінбейтін нюанстар. 1. Неліктен дәл қазір және неліктен 5 мамыр? Бұл мерзім деректерді оңтайландыру, алаяқтыққа қарсы күрес жүргізу, қызмет көрсету тиімділігін арттыру және болашақта толықтай цифрлық үкіметке көшуге дайындық үшін белгіленді. Бұл еліміздің цифрлық даму стратегиясының бір бөлігі. 2. Егер мерзімді өткізіп алсам не болады? Егер сіз 5 мамырға дейін деректеріңізді жаңартып, растамасаңыз, сіздің мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігіңіз шектеледі немесе тоқтатылады. Әлеуметтік төлемдерге, жәрдемақыларға қол жеткізуіңіз бұғатталуы мүмкін. Кейбір жағдайларда нақты ережелерді орындамаған үшін әкімшілік айыппұлдарға ұшырауыңыз мүмкін. Деректерді жаңартқаннан кейін қызметтерді алу процесі бұрынғыдан да ұзаққа созылуы мүмкін. Бұл қылмыстық жауапкершілік емес, бірақ айтарлықтай әкімшілік кедергілер тудырады. 3. Процесс тек жаңарту ғана емес. Бұл тек ескірген деректерді жаңасымен ауыстыру ғана емес, сонымен қатар жүйедегі бар деректеріңіздің дұрыстығын тексеріп, оны растау. Сондықтан, егер сізде ешқандай өзгеріс болмаса да, сіз осы процесті өтіп, өз профиліңізді растауыңыз қажет. Нақты кеңестер, енді не істеу керектігі туралы нақты, қадамдық нұсқаулықтарға көшейік. Бұл өте маңызды бөлік, сондықтан мұқият тыңдаңыз және қажет болса, қазірден бастап әрекет етіңіз. Бір қадам, ECX-ыңыздың электронды цифрлық қолтаңба бар екеніне және оның жарамды екеніне көз жеткізіңіз. Егер сізде ECX жоқ болса, немесе оның мерзімі өтіп кетсе, интернет арқылы алу eGov порталына кіріңіз. Қызметтер бөлімінен жеке тұлғаларға арналған ECX алу қызметін таңдаңыз. Теле бағдарламасын жүктеп алыңыз, оны орнатыңыз. Қажетті құжаттарды, әдетте жеке куәлік дайындап көрсетілген нұсқаулықтар бойынша ECX-ны онлайн алыңыз. Бұл процедура бірінші рет жасалып жатса, біраз уақыт алуы мүмкін. ХК арқылы алу, егер онлайн алу мүмкін болмаса, немесе қиындық туындаса, жеке куәлігіңізбен кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына ХК барыңыз. Маманда сізге ECX алуға көмектеседі. Қажет болса, ECX-ны қайта шығарып береді. Бұл ең сенімді әдіс, бірақ кезеп болуы мүмкін екенін ескеріңіз. 2 қадам, eGov порталына кіріңіз. Жарамды ECX-ыңыз болғаннан кейін, кез келген интернет браузер арқылы eGov ресми сайтына өтіңіз. Бас беттің жоғарғы оң жақ бұрышындағы кіру батырмасын басыңыз. 3 қадам, ECX арқылы авторизациядан өтіңіз. Ашылған терезеде ECX арқылы кіру опциясын таңдаңыз. Жүйе ECX файлдарыңызды сұрайды. Тапия сөзді енгізіп, кіру батырмасын басыңыз.
Сәтті кіргеннен кейін сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге өтесіз. 4 қадам жеке кабинетіңіздегі менің деректерім бөліміне өтіңіз. Жеке кабинетіңіздің сол жақ мәзірінен жеке кабинет, менің деректерім деген бөлімді табыңыз. Осы бөлімді басқан кезде сіздің жысыммен байланыстырылған барлық жеке деректеріңіз экранда көрсетіледі. 5 қадам барлық деректерді мұқият тексеріп шығыңыз. Жалпы ақпарат, жысын, аты жөні, туған күні. Мекенжай деректері, тіркелген мекенжайымыз, уақытша тіркеу. Байланыс деректері, ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы. Отбасылық жағдай, некеде тұрған немесе ажырасқандығы туралы ақпарат, балалары туралы деректер. Жұмыс орны, соңғы жұмыс орны туралы ақпарат. Әрбір бөлімді ашып көрсетілген ақпараттың өзекті және дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Әсіресе телефон нөмірі мен электрондық поштаңыздың қазіргі қолданыстағы деректеріңізбен сәйкес келетініне ерекше назар аударыңыз. 6 қадам қажет болса деректерді жаңартыңыз. Егер қандайда бір дерек дұрыс емес немесе ескірген болса, сол бөлімнің жанындағы өзгерту немесе өңдеу батырмасын басыңыз. Жаңа өзекті ақпаратты енгізіңіз. Мысалы, егер сіз пәтер ауыстырсаңыз, жаңа мекенжайды көрсетіңіз. Егер телефон нөміріңіз өзгерсе, жаңа нөмірді енгізіңіз. Кейбір деректерді жаңарту үшін жүйе растаушы құжаттарды, мысалы, неке туралы куәлік, мекенжай анықтамасы жүктеуді талап етуі мүмкін. Сканерленген немесе сапалы суретке түсірілген құжаттарды дайындап қойыңыз. Деректерді енгізіп болған соң, оларды мұқият тексеріп, сақтау немесе жіберу батырмасын басыңыз. 7 қадам жаңартуды ETSF арқылы растаңыз. Деректерді жаңартуды аяқтағаннан кейін жүйе сізден бұл өзгерістерді ETSF арқылы растауды сұрайды. Бұл сіздің расымен де өзгерістерге келісім бергеніңізді білдіреді. ETSF құпия сөзіңізді қайта енгізіп, қолтаңбаны қойыңыз. Растау сәтті өткеннен кейін сіздің телефон нөміріңізге немесе электрондық поштаңызға деректердің сәтті жаңартылғаны туралы SMS хабарлама немесе электрондық хат келуі тиіс. Бұл хабарламаны сақтап қойыңыз. Балама нұсқа, егер онлайн режимде қиындықтар туындаса, немесе интернетке қол жетімділік болмаса, жеке куәлігіңізбен кез келген халыққа қызмет көрсету орталығына ХКО барыңыз. ХКО қызметкеріне бірыңғай сандық азамат профилімді жаңартуым керек деп айтыңыз. Олар сізге көмектесіп, қажетті өзгерістерді енгізуге жәрдемдеседі. Өзіңізбен бірге барлық қажетті құжаттарды, мысалы, неке куәлігі, тұрғылықты жеріңізді растайтын құжаттар алып баруды ұмытпаңыз. Құрметті азаматтар, ең бастысы, бұл істі 4 мамырға немесе 5 мамырға қалдырмаңыз. Соңғы күндері жүйеге жүктеме түсіп, кезектер көбеюі мүмкін. Қазірден бастап әрекет етіңіз, өйткені бұл сіздің болашақтағы мемлекеттік қызметтерді алуыңызға кепілдік береді. Қорытынды және соңғы шақыру. Сонымен тағы бір рет еске салайық, 5 мамырға дейін Қазақстанның әрбір азаматы өзінің бірыңғай сандық азамат профиліндегі жеке деректерін EGAF KIS порталы немесе ХКО арқылы тексеріп, қажет болса жаңартуы керек. Бұл сіздің мемлекеттік қызметтерге, әлеуметтік төлемдерге, жәрдемақыларға және басқа да маңызды мүмкіндіктерге қол жеткізуіңіздің кепілі. Бұл сіздің цифрлық қауіпсіздігіңіз бен ыңғайлылығыңыз үшін жасалған маңызды қадам. Процедура қарапайым, бірақ оның маңыздылығын бағаламауға болмайды. Мерзімді өткізіп алмаңыздар. Қазірден бастап әрекет етіңіздер. Бұл видеоны мүмкіндігінше көп адамға жеткізуге көмектесіңіздер. Достарыңызбен, туыстарыңызбен, көршілеріңізбен бөлісіңіздер. Олардың да бұл маңызды ақпараттан хабардар болғанына көз жеткізіңіздер. Осы видеоға лайк басып, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер ешқашан осындай маңызды ақпараттарды жіберіп алмайсыздар. Ал сіздер бұл процедурадан өттіңіздер ме? Сіздерде қандай қиындықтар болды, немесе керісінше, қандай жеңілдіктерді байқадыңыздар? Өз пікірлеріңізді және тәжірибелеріңізді міндетті түрде төмендегі комментарийлер бөлімінде жазыңыздар. Бұл басқаларға да көмектеседі. Рахмет және келесі кездескенше.